Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 8 сынып алгебра пәнінің 591 есебін талдайтын боламыз. Есептің шарты теңсіздікті шешіңдер. А есебінен бастайық. А есебінің берілуі x плюс 1 бөлімінде x минус 1 кіші бізде x минус 1 бөлімінде x минус 2 деген осылай теңсіздік берді. Бұл теңсіздікті есептеу үшін бірінші болып теңсіздіктің оң жағындағы өрнектердің барлығын сол жағына өткізіп алайын да ортақ бөлім берейін. Яғни x плюс 1 минус бөлімінде x минус 1 x плюс 1 бөлімінде x минус 1 минус болып өтеді. X минус 1 бөлімінде x плюс 2 кіші 0 болады. Енді ортақ бөлім берейін. Ортақ бөлім бізде x минус 1 көбейту x болады. Сол себепті бірінші бөлшекке x-тен беремін. Екінші бөлшекке x минус 1-ден беремін. Үшінші 2-ге мен x көбейтілген x минус 1-ден береді екен тоқтауыш көбейткіштерді. Сонда біздің бөліміміз не болды? Бөліміміз бізде x көбейтілген x минус 1 болады. Алымы сонда көбейтіп шығайын. X-ті x-ға көбейтсем x квадрат, x-ті 1-ге көбейтсем x минус 1-дің квадраты болып тұр ғой, дұрыс па? Оны ашатын болсақ, сразу минус таңбасын енгізетін болсақ, минус x квадрат плюс 2x минус 1-ді береді. Сосын плюс 2x квадрат минус 2x кіші 0-ден. Сонда енді алымын ықшамдайтын болсақ, алымы бізде 2x квадрат плюс x минус 1 болады. Бөлімі бізде x минус 1 кіші 0-ден. Енді алымда 2x квадрат плюс x минус 1-ді көбейткішке жіктейтін болсам, менде x плюс 1-дің x минус 0,5-ге көбейтіндісі болып есептелінеді екен. Ал бөлімі сол бойынша қалады. X көбейтілген x минус 1 кіші 0-ден бізде. Енді қараңыздар, алымының нөлдерін және бөлімінің нөлдерін тауып алайық. Сонда қалай болады? X плюс 1 тең 0 деп алатын болсақ, бұл жерде x біріміз тең минус 1-ге тең болады екен. Алымдағы x минус 0,5 тең 0 деп алатын болсақ, сонда x екіміз тең бізде 0,5-ге тең болады екен. Бөліміне тоқтайық. Бөлімі x тең 0 деп алған, бұл x үшіміз болады. Және x минус 1 тең 0, бұл жерде x 4 тең 1-ді береді екен. Енді интервалдар астысы арқылы біз не істейміз? Аралығын табамыз, иә. Мына жерде қараңыздар, x3 пен x4 ол бөліміндегі жауаптар, сол себепті x3 тең емес 0, x4 тең емес 1 деп алады екенбіз. Енді интервалдар әдісі арқылы есептейміз. Аралыққа белгілеп алайық. Барлығы бізде қатаң боялмайды. 4 нүктеде боялмайды екен. 4 нүктемізде сонда бірінші болып минус 1 тұрады, сосын 0, сосын бізде 0,5, потом бізде 1 тұрады екен. Интервалдар әдісімен бөлетін болсақ, интервалдар әдісі таңба анықтайық. Мына жерде мен минус 2-ні алып есептейтін болсам, таңда плюс болады, плюс минус, плюс минус плюс болады екен. Бізге айтады, қай аралықты ал деген, 0-ден кіші минус аралықты ал деген. Яғни мына аралықтағы жауап бізге дұрыс жауап болып есептелінеді екен. Сонда минус 1-ден 0-ге дейін жай жақша, және 0,5-тен 1-ге дейін деген осылай есептік жауап шығады екен. Бұл бізде асы. Әзір енді біз әсіне өтетін боламыз. Келесі бізде әсі. Әсінің берілуін жазып алайық. X плюс 1-ден 1 плюс x плюс 3-ден 2 минус x плюс 2-ден 3 кіші 0-ден болады екен. Ортақ бөлім береміз, иә, ортақ бөлім. Қараңыздар, бірінші бөлшекке мына жерге сыймай қалуы мүмкін. Қызылмен жазайыншы ортақ бөлімдегі, чтоб шатысып кетпеу үшін, иә. X плюс 3 көбейтілген x минус 2 плюс 2-ден береміз. Екінші бөлшекке x плюс 1 көбейту x плюс 2-ден береміз. Үшінші бөлшекке біз x плюс 1 және x плюс 3-ден береді екенбіз. Сонда қалай болады? Бізде бөлімі x плюс 1 көбейтілген x плюс 3 көбейтілген x плюс 2 болады екен ортақ бөліміміз. Алдымен енді жеке-жеке көбейтіп шығатын болсақ, алымы бізде x плюс 3 көбейту x плюс 2 плюс 2 көбейтілген x плюс 1 көбейту бізде x плюс 2 минус
3x plus 1 көбейтілген x plus 3 кіші 0-ден деген осылай есеп шығып тұр. Қараңыздар. Так, енді алымы мына жақшаны ашып, ықшамдау процесін жазатын болсам, мына экран толып кетеді. Сол себепті ықшамдаған кезде алымның күшті ықшамдалып, бізде 1 минус x қана қалады. Сонда бөлімі x плюс 1, x плюс 2, x плюс 3 кішкентай 0-ден болады екен. Алымын енді 0-ге теңестірейін. 1 минус x тең 0, бұдан шығады x тең 1. x біріміз тең 1 болады екен. Енді бөлімдерін x плюс 1 тең емес 0 деп аламыз. Сонда x2 тең емес бізде минус 1-ге, x плюс 3 тең емес 0-ге, мына жер 3 емес 2 дейін. Сонда x3 тең емес бізде минус 2-ге, сосын x плюс 3 тең емес бізде 0-ге, бұдан x4 тең емес бізде минус 3-ге деген осылай жауап шығады екен. Так, енді бұны біз аралыққа белгілейміз. Обязательно аралыққа белгілейтін болсақ, төртінікте төртеуде қатаң, боялмайды. Так, ең кішісі бізде минус 3, минус 2, минус 1 және 1 болады екен. Интервалдарға бөліп алайын. Мына жерде 0 бар, 0-ді қоятын болсам, енді плюс шығады. Мына жер минус, минус, плюс, минус. Бізге қайсы аралықтағы деген 0-ден кіші минус аралықты ал деген. Қызылмен белгілеп қояйын, минус аралығымыз мына болады бізде. Сонда бұл теңсіздіктің жауабы минус шексіздіктен минус 3-ге дейін жай жақша, сосын минус 2-ден минус 1-ге дейін жай жақша, сосын 1-ден плюс шексіздікке дейін деген осылай керемет жауап шықты, құрметті оқушылар. Бұл әсі. Келесі бізде 591-дің б-сы. Б-сын белгілеп жазайын. 3, яғни x плюс 1-ден 3, плюс x плюс 2-ден 7, кіші немесе тең x минус 1-ден 6 деген осылай есеп берілді. Так, ортақ бөлім беремізде, сырас теңдіктің сол жағына өткіземіз. Ортақ бөлімі бізде мына жаққа x плюс 2 көбейту x минус 1-ден береді екенбіз. Мына бөлігіне x плюс 1, мына жағына x минус 1-ден береді екенбіз. Мына бөлігіне x плюс 1 және x плюс 2-ден береді екенбіз. Енді ортақ бөлім беріп, теңдіктің сол жағына өткізген барлығын жағдай. Сонда бөлімі қалай болды бізде? X плюс 1 көбейтілінген x плюс 2 көбейтілінген бөлімін айтатын x минус 1. Алымы 3 көбейтілінген x плюс 2 көбейтілінген x минус 1 плюс 7 көбейтілінген x плюс 1 көбейту x минус 1 минус болып өтеді. Мына жаққа теңсіздіктің сол жағын өткізгенде, сонда 6 көбейту x плюс 1 көбейту x плюс 2 болды. Кіші немесе тең 0. Так, енді қараңыздар, бұл жерде полностью барлығын ықшамдайтын болсақ, алымын жақшаны ашып, бағана одан алдыңғы есептерді айтқан едім, мына экран толып кетеді, сол себепті сразу ықшамдалған жазайын. Бірінші бөлімін жазайын. X плюс 1 көбейту x плюс 2 көбейту x минус 1. Алымын жақшаларды ашып ықшамдаған кезде бізде болады 4x квадрат минус 15x минус 25 кіші немесе тең 0 болады екен. Енді қараңыздар. Алымының өзін көбейткішке жіктесек болады жақшаларға. Сонда бөлімін көшіріп жазып жатырмын. Қайтадан алымның көбейткішке жіктеген кезде бізде былай болады екен. X плюс 1,25 көбейтілген x минус 5 кіші немесе тең 0 болады екен. Жеке-жеке 0-ге теңестірейік. Сонда алымның x1 тең бізде болады минус 1,25 болады. x2 тең болады бізде 5 болады. Енді бөлімдері x3 тең болмау керек минус 1, x4 тең болмау керек бізде минус 2, x3 тең болмау керек бізде қанша 1-ге деп. Мына жерге жаза салайын, чтоб сызбаны вместо үнемдеу үшін бізде неше жауап болды? 3, 4, мына бізде 5 жауап болды. 5-інде интервалға қалайын.
Так, қараңыздар, енді бөлімнен шыққан жауаптар ол бізде қатаң емес болады, қатаң болады, алымнан шыққан жауаптар бізде қатаң емес болады, боялады деген сөз. Бірінші жауап. Қараңыздар, -2 ол бөлімнің жауабы, ол боялмайды. Одан кейін -1,25 ол қатаң емес, боялмайды, иә. Одан кейін бізде -1 ол бөлімнен шыққан жауап, ол қатаң, боялмайды. Және бізде 1 тоже бөлімнен шыққан жауап, боялмайды. Сосын 5 алымнан шыққан жауап, ол боялады, тік шақша болады. Интервалдарға бөлінеді. Бізде интервалдардың саны көбейіп кетті. Так, енді қараңыздар, таңба анықтайды. Мына бір бөлігін анықтайтын болсақ, минус шықты. Сонда минус, плюс, минус, плюс, минус и плюс деген таңбалар анықталды интервалдармен. Енді теңсіздікте бізде қайсы аралықтың жауабын алыңдар деп айтқан. Бізге айтады 0-ден кіші аралық. Қазір мен сіздерге қызыл түспен белгілеп қойған қай аралық екен, яғни минус аралық. Мына бөлігінің жауаптарын қабылдайды дейді бұл теңсіздік. Иә? Сонда біздің жауабымыз қалай болды? Жауабы деп жазайық. Минус шексіздіктен -2-ге дейін және бізде тік жақшамен басталды. Көрдіңіздер ғой, нүкте боялған. 1,25-тен -1-ге дейін және бізде 1-ден 5-ге дейін тік шақшамен аяқталады. Мына жерде қатаң емес болғаннан кейін осылай керемет жауабы шықты б есебінің. Қазір енді в-ға өтеміз, иә. Келесі есеп бізде в-сы, иә. Өзгеше есеп екен теңсіздік. Қараңыздар, бөлімі x квадрат плюс 3x плюс 2 алымы x-тің -1 дәрежесі кіші немесе тең бөлімі x квадрат плюс 7x плюс 12 алымы x-тің -1 дәрежесі деп берілген екен осылай есеп. Қараңыздар, x-тің -1 дәрежесі дегенде оны x-ті бөліміне түсіріп жіберсек болады. Сонда алымда x қалады, бөлімде x-тің өзі қалады. Енді мына жерде x квадрат плюс 3x плюс 2-ні көбейтішке жіктейтін болсақ, ол бізде мынандай екі жақшаны көбейтіндісі жауабын береді. Яғни x плюс 2 және x плюс 1 деген. Минус деп өткіздім мен сразу. Тоже мына жақта x-тің -1 дәрежесін бөліміне түсірдім. Сонда x болады. Бөлімінде бізде x плюс 4 және x плюс 3-тің көбейтіндісі деп алсақ болады. Кіші немесе тең 0. Ортақ бөлім береміз. Ортақ бөлім. Қараңыздар. Ортақ бөлім берген кезде екі жақта да x бар. Значит, мына жаққа не жетіспейді? X плюс 4 пен x плюс 3 жетіспейді. Мына бөлігіне x плюс 2 мен x плюс 1 жетіспейді екен. Қараңыздар, специально қызылмен жаздым, чтобы ана көкпен үстіне өткен кезде шимақталып кетпеу үшін. Сонда қалай болды? Көбейткен кезде бөлімі бізде x көбейту x плюс 1 көбейту x плюс 2 көбейту x плюс 3 көбейту x плюс 4 деген осылай шимақталған жауап шықты. Біздің қазір интервалымыз ұзын болатын сияқты. Сонда алымын көбейтіп ықшамдаған кезде бізде не шықты? 4x плюс 10 шықты. Кіші немесе тең 0. Да? Енді жеке-жеке 0-ге теңестіріп, алымы бөлімі жауаптан шығады. Алымына 0-ге теңестіретін болса, 4x плюс 10 тең 0, бұдан шығады x1 тең 2,5 теріс таңбамен минус 2,5 шықты. Бөлімі x2 тең емес 0 болады біріншісі. x3 тең емес бізде минус 1 болады. x4 тең емес бізде минус 2 болады. x5 тең емес бізде минус 3 болады. x6 тең емес бізде минус 4 болады. Сонда жалпы 6 жауап бар екен, иә. Осылай бір қызық есеп болайын деп тұр. Қазір енді оны мен көтерген кезде көрініп тұрсыншы деп істеген едім. Так, 6 жауап. Так, бізде тек қана минус 2,5-ның ғана жауабы қатаң болады екен. Қатаң емес болады екен, қалған бәрі қатаң болады екен. Так, бізде ең кішісі минус 4, потом бізде минус 3, сосын минус 2,5 ол қатаң емес, боялады. Потом бізде минус 2, сосын минус 1, и 0. Интервалға бөлек өте көп интервал болатын сияқты. Мына жерде кесіп кетті. Так, бағаны секірген сияқты сызып тастадық. Так, енді таңба анықтаймыз. Мына бөлігінен минус 5 қалып есептейтін болсақ, плюс таңба болады. Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус, плюс. Бізге айтады, қайсы аралықтағы дейді, 0-ден кіші минус аралықтағы. Барлығында минус аралықтағы жатырмыз.
Сонда мынау бөлігі, мына бөлігі біздің жауаптарымыз болады. Сонда жауабын жазатын болсам, бұл теңсіздіктің -4-тен -3-ке дейін, екеуі де жай жақша, дұрыс па? Сосын -2,5-нан -2-ге дейін, сосын -1-ден 0-ге дейін деген осылай есептің жауабы шықты, құрметті оқушылар. Керемет есеп, керемет жауаптар болды. Келесі есеп бізде 592-ші есеп, функцияның анықталу облысын жазыңдар. Енді қараңыздар. Бізде функция беріп, ол функциямыз түбірастында болса, біз түбірастындағы мәнді нөлден үлкен немесе тең деп аламыз. Қазір есептердің барлығында мына и тең, түбірасты деген өрнек белгілерін жазбай сразу жазып кетемін, иә, мақұл ма? Сонда бірінші асынан бастайтын болсақ, асы бізде қалай болады? Түбірінің астына мәнін жазып x минус 3-тен 4 үлкен немесе тең бізде 0 деп қалады. Ортақ бөлім береміз. Мына жаққа x минус 3-тен, бұнда қалай болады? Бөлімі x минус 3, алымы бізде x көбейтілген минус 3 минус 4 үлкен немесе тең 0 деген жауап шығады екен. X квадрат деген кешіресіздер, мына жерде x квадрат қалып кетті. Жеке-жеке x квадрат минус 3x минус 4-ті көбейтішке жіктейтін болсам, жақшыларға жіктейтін болсам, x плюс 1 x минус 4. Сонда бөлімі x минус 3 болады, үлкен немесе тең 0. Енді жауаптарын табайық. x1 тең минус 1 болады, x2 тең бізде 4 болады, x3 тең емес бізде 3 болады екен. Енді аралыққа белгілейік. 3 жауап бізде, ең кішісі бізде минус 1. Минус 1 ол бізде боялады. 3 бізде боялмайды, 4 боялады. Интервалдарға бөліп алайық. Саңбасын анықтайтын болсақ, мына жақ минус, плюс болады. Бізге айтады, нөлден үлкен плюс аралықты алды екен. Мына аралықты алады екенбіз, плюс аралық. Сонда жауабы қалай болды? А есебінің жауабы бізде минус 1-ден 3-ке дейін және 4-тен плюс шексіздікке дейін деген жауап шықты. Так, келесі бізде әсі мына жерге есептеп кетейік. Бұнда қалай болады? X квадрат минус 4 алымда 8 плюс 1 үлкен немесе тең 0. Ортақ бөлім берем. X квадрат минус 4-тен басқа қосымша формула араласып кетпесін. Бұнда қалай болды? X квадрат минус 4 алымы 8 плюс X квадрат минус 4 үлкен немесе тең 0 болды. Сонда бізде алымы x квадрат плюс 4 бөлімі x квадрат минус 4 үлкен немесе тең 0. Алымнан бізде шешімі шықпайды, сол себепті тек қана бөлімін аламыз. X квадрат минус 4 тең емес 0. Сонда x 1-де 2-де тең емес, 1-де 2-де деп қойған, кешіресіздер. Плюс минус дұрыс 2 дейді екен, кешіресіздер емес, нормально. Так, енді минус 2 мына жерде, 2 мына жерде белгілейік, интервалдарға бөліп алайық. Таңба анықтайтын болсақ, ортасы минус, 2 шеті плюс болады екен. Бізге қайсы аралықты ал деген? Плюс аралықты ал деген. Құрметті оқушылар, плюс аралығымыз мынау болады. Сонда жауабы болды. А есебінің жауабы минус шексіздіктен минус 2-ге дейін және 2-ден плюс шексіздікке дейін деген осылай есептің керемет жауап шықты. Қазір енді бұнымен оны көретін боламыз. Келесі бізде баса. Так, алымы x квадрат плюс 5x плюс 4 бөлімі минус x квадрат минус 9 үлкен немесе тең 0. Енді қараңыздар, алымын жақшыларға жіктейтін болсақ, x плюс 4 көбейтілген x плюс 1-ді береді екен. Бөлімі бізде минус x квадрат минус 9 үлкен немесе тең 0. Нөлдерге теңестіретін болсақ, сонда x1 тең бізде минус 4, x2 тең бізде минус 1, сонда x3 пен 4 тең болмайды, бөлімнен жауап шықпайды екен. Дұрыс.
Bölümden javob chiqmaydi, tez qana alma. Mınadan minus x kvadrat minus 9'dan javob chiqmaydi ekan. Sonda intervallar adresini eseplaymiz. Boyaladi ikkovida minus 4 minus 1 intervallarga böleyik. Ortada tam aniqlaydigan bo'lsak plus 2 minus minus bizga aytadi plus aralıqda alınlar deydi. Plus aralık. Plus aralık. Sonda bu tengsizlikning javobi minus 4'ten minus 1'ga дейін degan осылай шақшамен chiqadi. Так, endi v есебін көрейік. Bizde minus modul içindeki x alımı plus 7 bölümünde x kvadrat minus 8x plus 7 үлкенемесі тең 0. Biz endi екі жағдайда қарастырамыз. Екі жағдай дегенде бүйте берейік. Алымы модульдегі мен өз бойынша тұрсын. Модуль içinde x plus 7 bölümünde x minus 1 көбейту x minus 7 деп жақша көбейтіші жіктейік. Үлкенемесі тең 0 болады екен. Сонда алымындағы шықты бізде x1 тең 7, x2 тең минус 7 шықты. Модуль болған соң плюс минус тамамын. Бөлімі x3 тең емес бізде 1, x4 тең емес бізде 7-ге дейік. Енді аралықтарға берілейік. 4 жауап, оның бөлімінде 2 жауабы жаңағы не қатаң емес болады, дұрыс па? Так, сонда минус 7 бөлімдегі жауап қатаң болады деген. Минус 7 боялады. Сосын 1 боялмайды. Сосын мына жерде 7 нейтральный, дұрыс па? 1 боялып, 1 боялмайтын. Так, бізге айтады, таңба анықтайтын болсақ, минус плюс, мына минус 7-нің өзі боялып плюс болады, мына жақ минус болады. Сонда бізде қайсы аралықты ал дейді? Плюс аралықты ал дейді. Сонда жауабы, сәл көтерейік. Жауабы, v-сының жауабы минус 7-ден 1-ге дейін деген жауап болады екен, құрметті оқушылар. Құрметті оқушылар, назарларыңызға көп рахмет. Каимов ТВ YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл каналда осыған ұқсас есептер талдау өте көп болады. Назарларыңызға рахмет. Лайк көпірді аямаңыздар. Достарыңызға каналға тіркелуге үгіттеңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.